Сегізінші бөлім. Демалыс мәдениеті. Мерекелер. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. Мақсаты. Тірек сөздерді пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрайды. Сөз таптарының сұрақтарын қолдана отырып, сөйлемнен сөз таптарын табады. Сөз таптары зат есім, етістік, сын есім, сан есім болып бөлінеді. Сурет бойынша тізбекті жалғастыр. Киім, мектеп, парта, ағаш, шана. Есіңе сақта. Зат есім, заттың атын білдіретін сөздер. Кім, не сұрақтарына жауап береді. Етістік, заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Сын есім, заттың сапасын, қасиетін, көлемін, салмағын, түсін, дәмін және басқа сол сияқты сыр сипаттарын білдіретін сөз табы. Сұрақтары: қандай, қай. Сан есім, заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Сұрақтары: қанша, неше. 48-ші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы. Жазғы саяхат жыры. Асқар тау, норман, айдын көл, асыл кен, көгегін самал жел. Жарқын жаз шақырды қол бұлғап, жас ұлан, бізге кел, бізге кел. Жол ашық, көңіл шат, бол сергек, келеміз жорықта серуендеп. Ұлы отан, жер қандай тамаша, көркейткен жемісті ұлы еңбек. Жас ұлан, кел біздің қатарға, дайындал жол ұзақ сапарға. Жан қияр ерлерше өсеміз, жан күшін арнаймыз отанға. Сұрақтарға жауап бер. Негізгі ойды анықта. Автордың ойымен келісесің бе? Жаздан не күтесің? Жазғы демалысты не үшін күтесің? Жаз тақырыбына шағын әңгіме құрастырып жаз. Жазылым. Дәптермен жұмыс. Берілген сөздерді кестеге сәйкес орналастыр. Мысалы, адам, зат есім. Әрі қарай өзің орындап көр. Қырық 49-шы тапсырма. Жұмбақтың шешуін тап. 4 ұзын аяғы бар, басында тарам-тарам таяғы бар. Тапсырма. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сөз таптарына және сөйлем мүшелеріне талда. Шығармашылық тапсырма. Суреттермен берілген сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін құра. Елуінші тапсырма. Мақалдардың жалғасын тауып жаз. 7 рет өлшеп, аңдамай сөйлеген, татулық табылмас. Жақсы да. Мақалдардың мағынасын түсіндіріп көр.
Сөз таптарына талдау жаса. Ойлан, суреттердегі айырмашылықты тауып көр. Неше айырмашылық байқадың? Елу бірінші тапсырма. Оқушының хатын оқы. Сәлеметсің бе, Айдар? Кітабың үшін рахмет. Өте қызықты екен. Халің қалай? Сабағың ше? Бассейнге барып жүрсің бе? Мен де жүзуді үйреніп жүрмін. Мен Жандоспен доспын. Екеуміз бірге ойнаймыз. Сабаққа бірге дайындаламыз. Алда жазғы демалыс. Демалуға қайда барасың? Бізге қонаққа кел. Досың Рахат. Хаттағы қаратпа сөзді ата. Хаттың әр бөлігінде не айтылған? Аға, сізге хат келді. Томнан келіпті, қазақша жазыпты. Не жазыпты? Оқыңызшы. Сәлем хат. Сәлеметсіз бе досым Алан? Қал жағдайыңыз қалай? Ата-анаңның, Дананың, достарыңның халдері қалай? Менің жағдайым жақсы. Лондонда тұратын қазақ достар таптым. Қазақша сөйлесіп, үйреніп жүрмін. Бір досым домбыра тарта білет. Мен одан демалыс кезінде домбыра тартып үйренем. Осымен хатымды аяқтаймын. Данаға, Болатқа, Ботаға сәлем айт. Қош, сау бол. Сәлеммен, Том. Том неге амандасқанда сіз кіші болсаңыз да? Сәлеметсіз бе деп айтты да, қоштасқанда сәлем айт. Қош, сау бол деп қоштасты. Ол шетелдік адам, қазақшаға да әлі көп үйрене қойған жоқ. Және сөйлеумен хат жазу бірдей емес. Аға, маған да хат жазып үйретіңізші. Жарай. Хат жазғанда алдымен Том сияқты хаттың түрін көрсетуге болады. Хат сәлемдесу, амандасу, аманшылық хабарыңды білдіру мақсатында жазылса, сәлем хат. Амандық хат. Немесе Қазақстаннан сәлем, Астанадан сәлем деген сияқты атаулармен бастасаң болады. Хаттың да басы, негізгі бөлімі аяқталуы болады. Хаттың кіріспесі, яғни басталуы хат жолдап отырған адамыңа амандасу. Мысалы, атамыз бен әжемізге жазсаң, сәлеметсіздер ме, ата, әже, амансыздар ма деп бастап, қал жағдайларын, туысқандар, көршілер, тағы да басқа олар үшін маңызды нәрселердің жайын сұрап өтуің керек. Үлкен кісілер ұзақ амандасқанға қуанады. Содан соң ғана өзіміз жайлы жазасың. Ол негізгі бөлім болады. Мұғалімге немесе басқа да қызметтегі адамдарға сәлеметсіз бе, құрметті Сәуле Аманқызы деген сияқты бастап, бірден айтқың келген негізгі мәселеге көшесің. Ал өзіңнің қатар құрбы құрдастарыңа, жақын достарыңа, өзіңнен кішілерге сәлем әсел деген сияқты бастап, бірден мәселеге көшсең болады. Том хатын сәлем деп бастаса дұрыс болатын еді ғой. Иә, оның жазғаны қате емес. Бірақ жасы кішілерге сәлем немесе сәлеметсің бе деген дұрысырақ. Хатта қош сау болыңыз, көріскенше, амандықпен жүздесейік деген қоштасу, сәлеммен, құрметпен деген аяқтау сөздерін де орнымен қолдану керек. Үй тапсырмасы. Досыңа не туыстарының біріне хат жаз. Хатта мектебің, қалай оқитының және қалай демалатының туралы хабарла. Сурет бойынша өзіңнің біліміңді бағалап көр.